Абдул Вахабтың кітаптарының барлығы 5, 6, 7, 8 беттен ғана тұрады. Неге том-том кітап жазбады? Құранда 6236 аят бар. Оның бәрін түсіндірген жоқ қой, бұл жерде кішкене қысқа түсіндірді. Неге өйтіп түсіндірген? Оның да өзінің тарихи себептері бар. Нәжд деген тайпаға, бәдәуилер, сол халыққа көп керек емес, осы ғана жетеді, өзімізге қаратуға деген сияқты. Өзің түзеуің керек, білім алуың керек, онымен амал етуің керек, оны халыққа жеткізуің керек. Жеткізіп жатқан кезде басына түскен түрлі қатерлерге сен сабыр етуің керек деген 4 этаппен басталады да, соңында айтады, енді сенің жауың мынау, мынамен күресесің. Үш негізде соңғы жағында тауытты қозғап қойған. Неге ол басқа мәселені қозғамайды? Мысалы, тақырыптар жетеді ғой, исламда. Біз ширк жасамаймыз дейді ғой, жалпы Құран таухид деген мәселе содан. Біз ширк жасамаймыз, бізде таухид, шынайы дін бізде деген. Ширк жасамау үшін жаңа тауыттан сақтану керек деген мәселе, мемлекетке қарсылық деген мәселе осы жерден шығады. Қалың том кітаптар жазылды кезінде, мысалға 6-7 ғасырда ғалымдардың тәпсірімен айналысты. Бұл жерде ондай мәселе жоқ. Әд-дәлил деп қойып, әд-дәлилмен деп қойып, бір аят, бір хадис, бір аят, бір хадиспен келтіреді. Ал бірақ оның түбіне жаңағы мағынасы не, мақсаты не, бұл идеологиядағы үлкен бір мәселе, ұсынылып жатқан мәселе исламның мақсатымен көбінесе сәйкес келе бермейді. Пайғамбарымыздың дәуірінде осылай жасалынды ма?